Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бұл бізде Jouteka платформасы. Кез келген браузерге тіркелу арқылы сіздер Jouteka платформасына кіре аласыздар. Jouteka приложениясының мақсаты оқушылар мен мұғалімдерге сабақтарын тиімді әрі қызықты етуге, оқушылардың логикалық ойлауын, сабаққа деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Және де бұның бірнеше бөлімдері бар: викторина, видео, квест, тест тапсырмалары деген секілді. Яғни кез келгенін таңдап, сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызды қызықты өткізе аласыздар. Бұл бізде квест тапсырмасына тоқталсақ, квест бұл бізде кез келген бөлмені таңдай отырып, сіздер өздеріңіздің тест тапсырмаларыңызды енгізесіздер. Яғни оқушылар осы тест тапсырмаларын орындай отырып, дұрыс есікті таңдап шығады. Яғни ең алдымен сіздер бұл жерде өздеріңіздің сабақтарыңызды белгілейсіздер. Мысалға бізде 5-6 сыныпқа арналған тест тапсырмалары. Осы жерге көріп отырғандарыңыздай осыны белгілейміз. Келесі бірінші тест тапсырмамыздың атын белгілейтін боламыз. Яғни бұл жерде сіздер кез келген тест тапсырмасын енгізе отырып, және де жауаптарын белгілей отырып, өте тиімді әрі мұғалімдердің уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Осылай сіздер тесттердің түрлерін таңдай аласыздар. Яғни көп таңдаулы, бір таңдаулы деген секілді. Мысалға, біздің бірінші сұрағымыздың тапсырмасы ол бізде көп таңдаулы болып келеді. Яғни, егер сізде 2-3 вариантты таңдайтын болсаңыздар, көп вариантты деп таңдайсыздар. Ал егер де бір ғана дұрыс жауап болса, онда сіздер бір вариантты таңдайтын боласыздар. Бұл платформада сіздер кез келген тест тапсырмаларын, кез келген сабақтарыңызды, әсіресе ашық сабақ кездерінде өздеріңіздің тапсырмаларыңызды енгізе отырып, сабақтарыңызды қызықты әрі интеллектуалды қылып өткізулеріңізге болады. Мінекей өстіп біз әрбір вариантты енгізген сайын артынан, мысалға бірінші вариантты енгіздік, бірінші жауабын, артынан екінші жауапқа орны автоматты түрде шығады. Келесіде осылай біздің варианттарымызды белгілеп аламыз, содан кейін бірінші тапсырмамыз дайын болады. Келесі екіншісіне өтетін боламыз. Екіншісінің алдымен тақырыбын енгізіп аласыздар осылай, және де артынан варианттарын белгілейсіздер. Бізде А, Б, В деген секілді осылай әрбірін қатар-қатарымен енгізсеңіздер болады. Осылайынан сіздерде тесттеріңіз әрі қызықты, әрі оңай болып табылады. Және де бұл жерде біз өзіміздің тест тапсырмаларымызды енгізіп, кез келген, бұл жерде ешқандай шектеу жоқ, кез келген 3 вариантты қылсаңыздар болады, 5 вариант қылсаңыздар болады, көп вариантты таңдай аласыздар. Міне, 3-ші тапсырмамыздың тақырыбын енгіземіз. Алдымен келесі бұл жерге жауаптарын енгізетін боламыз. Әр қайсының жауаптарын енгіземіз. Көріп отырғандарыңыздай, артынан екінші жауабының орны автоматты түрде шығып отырады. Дәл осылай барлық тест тапсырмаларыңызды осылай енгізе аласыздар. Бұл бізде квест болып табылады, және бұдан бөлек бізде викториналар, түрлі тест тапсырмаларын жасауға болады. Және де осылай белгілеп аламыз. Бұл өте қызықты әрі тиімді, және де уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Әр қайсының ең алдымен тақырыбын белгілеп аласыздар. Келесі бізде әр қайсының варианттарын, яғни
көп жауапты болса көп жауаптыны таңдайсыздар, бір жауаптыса бір жауаптыны таңдайсыздар. Осылай келесі сіздер аттарыңызды және де тектеріңізді жазатын боласыздар, және де оқушыларға сіздер бұны QR код арқылы немесе сілтеме арқылы жіберуге мүмкіндік бар. Бұл өте тиімді әрі оңай болып келеді.